10 сынып информатика пәні. Номері 5 сабақ. Сабақтың тақырыбы жеке тұлғаны идентификациялау әдістері. Сабақтың мақсаты идентификация және аутентификация ұғымдарымен танысу. Ақпараттық технология құралдарын қолданушы қандай да бір ресурс немесе сервиске кіру үшін белгілі бір ақпаратты енгізеді. Мұндай әрекеттер интернетте логин мен құпиясөзді енгізу кезінде орын алады. Алайда бұдан басқа да әдіс түрлері бар. Жүйеге кірумен жеке мәліметтерді енгізу үрдісінің екі деңгейі бар. Олар идентификация және аутентификация. Идентификация дегеніміз серверге келген қолданушының өзіне ғана тән жеке мәліметтерді енгізуі. Аутентификация дегеніміз серверде енгізілген жеке мәліметтерді тексеру және қабылдау. Кейде бұл әдістердің орнына тіркелу сөзі қолданылады. Тіркелу үрдісі қарапайым, кез келген әлеуметтік желіде тіркелу үрдісін алып қарастыруға болады. Алатын болсақ, тіркелу дегеніміз мұнда қолданушының электронды поштасын, телефон нөмірі мен құпия сөзді енгізеді. Бұл ақпараттар жүйеде қайталанбауы керек. Сондықтан бір адам тек қана бір аккаунтпен ғана тіркеле алады. Идентификация. Тіркеуден өту кезінде көрсетілген ақпаратты енгізу, мысалы, электронды пошта не телефон нөмірі. Аутентификацияда кіру батырмасы басылғаннан кейін парақша сервермен байланысып, мұндай логин мен құпия сөздің бар жоғы тексеріледі. Егер барлығы дұрыс болса, онда әлеуметтік желі парақшасы ашылады. Оқушылар, енді сіздерге сұрақ. Идентификация қай кезде жүзеге асырылады? Аутентификация қандай жағдайда орындалады? Осы сұрақтарға жауап іздесеңіздер. Сәйкестендіру әдістері. Сәйкестендіру әдістерінің бірнеше түрі бар. Олар бірінен бірін қорғау мен қолдану деңгейлері арқылы ажыратылады. Олардың бірі құпия сөз арқылы қорғау. Қолданушы өзінен басқа ешкім білмейтін қандай да бір кілтті немесе құпия сөзді біледі. Бұл топқа SMS хабарлама алу арқылы идентификациядан өтуді жазуға болады. Қолданушы өз аты мен құпия сөзін енгізген кезде сервер енгізілген ақпаратты желіде сақталған ақпаратпен салыстырады. Ақпараттар толық сәйкестендірілсе, жүйеге кіру қолжетімді болады. Құпия сөздің екі түрі бар. Олар динамикалық және тұрақты. Тұрақты құпия сөздер қолданушы талабы бойынша. Ал
Динамикалық құпия сөздер белгілі бір параметр бойынша өзгертіледі. Мысалы, құпия сөз ұмытылып қалған жағдайда, сервер жүйеге кіру үшін қолданушыға динамикалық құпия сөз ұсынады. Келесі, арнайы заттарды қолдану. Бұнда фирма немесе белгілі бір ұйымда қолданылады. Бұл әдісте карточка, арнайы білезік, флеш жинақтаушы қолдануға болады. Олар жүйеге жақындатылған тексеру жұмыстары жүргізіліп, сервер қолданушыны кіргізеді немесе кіргізуге рұқсат бермейді. Келесі бізде биометриялық тексеру. Мұнда көздің ішкі торқабығы, дауысы, саусақтың ізі қолданылады. Бұл қорғау жүйелерінің ішіндегі ең қуаттыларының бірі. Сонымен қатар ең сенімді, бірақ ең қымбат жүйе. Заманауи құралдар тек түрлі нүктелерді ғана емес, адамның түрін, іс-қимылын да ажырата алады. Құпия ақпаратты қолдану. Бұл көп жағдайда программалық жасақтаманы қорғау үшін қолданылады. Мұнда дербес компьютер құралдарына орнатылған хэш браузер, орналасу мекені және тағы тексеріледі. Идентификация және тіркелу түсініктерін білу, оларды қызметі бойынша дұрыс қолдануға мүмкіндік береді. Ал бұл барлық интернет пен оның қолданушыларының қауіпсіздігін сақтауға өз ықпалын тигізеді. Оқушылар ендігі кезекте бұл кестеде құпия сөз түрлері берілген. Динамикалық және тұрақты құпия сөздердің сипаттамасын қарастырыңыздар. Кері байланыс. Оқушылар, енді осы сабақ бойынша кері байланыс жасайық. Нені білдім, нені үйрендім, түсініксіз болып қалған нәрсе, нені жетілдіру керек?